Сәлем достар, қазіргі жасайтын салатымыз қыстыгүні өте дәмді болып шығады, және де жақсы желінетін салаттардың бірін жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен бізге керегі болгарский килограммдарын описаниеда қалдырамын. Пияз, сәбіз барлығын алдын ала ашып, жуып, тазалап қойдым. Помидорымыз, петрушка, укроп, осындай кішкене ғана ащы бұрыш қосып жібереміз. Чеснок, қант және де тұз керек. Ең алдымен помидорларымызды мясорубкадан өткізіп барлығын дайындап қоямыз. Мінекей осылай дайындап қойдық. Сәбіздерді теркадан өткіздім. Осылай ұзыннан өткізсеңіздер жақсы шығады. Болгарскийді осылай ірілеу қылып тураңыздар. Майда турасаңыздар езіліп кетеді. Пияздарымызды да турап дайындап қойдық. Осылай ірілеу қылып турап шығасыздар. Алдымен қызып тұрған кастрюлямызға сұйық майымызды, бір кесе сұйық майды құйдық. Алдымен пиязымызды шамалы сарғайтып қуырып аламыз. Қуырмайда барлығын бірінен соң бірін салып жасасаңыздар да болады, бірақ мен әрдайым осылай алдын ала шамалы ғана қуырып аламын. Мінекей пиязымыз осылай сарғайып шыға бастаған кезде үстінен теркадан өткізілген біздің сәбізімізді саламыз. Сәбіздерді майда қылып теркадан өткізбеңіздер, осылай ұзынан өткізсеңіздер әдемі көрінеді салаттарыңыз. Одан соң оны да жақсылап тағыда бір 10-15 минуттай қуырып аласыздар. Уақыт өтіп шықты, үстінен біздің болгарскийімізді саламыз. Бұны қуырудың қажеті жоқ. Және де оның үстінен осындай қара бұршақ бұрышын саламыз. Көп салып қоймаңыздар, осылай көз мөлшермен 30 штугын салсаңыздар жеткілікті. Одан соң оның үстіне лавр жапырағын саламыз. Мен бір 10 шақты жапырақты салдым, соның өзі жеткілікті. Одан кейін оның үстіне 3 ас қасық тұзымызды, енді бұлардың барлығы мөлшері өзіңіздің жасағаныңызға байланысты, килограммына байланысты дәміне қарай саласыздар. Одан кейін 3 ас қасық қантымызды саламыз. Қант та ерекше дәм береді, сол үшін қосуды ұмытпаңыздар. Одан кейін біздің мясорубкадан өткізілген біздің қызанақтарымызды осы үстінен абайлап құйып шығамыз. Жақсылап бір рет қана араластырып аламыз. Енді қайнап шығуын күтеміз. Мінекей біздің салатымыз қайнай бастады. Осы уақытта асын шамалы ғана пәсейтіп, жақсылап 1 сағаттай қайнатып аламыз. Әр жарты сағат өткен сайын осылай өзінің соғы шығып, жақсы дәмді болып шығады. Осы орайда мясорубкадан біздің қызыл бұрышымызды осылай өткізіп аламыз. Өте абайлап өткізіңіздер, өткенде ол өте ащы болады. Қолдарыңызды байқаңыздар. Жақсы араласын деген мақсатта осындай болгарскийді қосып өткізіп жібердім. Мінекей достар, біздің 1 сағат уақытымыз өтті. Осылай соғы да күшті болып шығады. Жақсылап тағы да бір рет араластырып жібереміз. Асты жабысып қалады, күйіп қалады деп ойламайсыздар. Осы тұста біздің чесногымызды, яғни сарымсақты саламыз. Майдалап тураған жоқпын, ірілеу қылып турадым. Ащы бұрышымызды, укроп, петрушка, кинза бәрін салып қайнатамыз. Осы тұста міндетті түрде банкаларыңызды стерильдеп алыңыздар. Мен осылай мантаваркаға жасаған ыңғайлы болды. Крышкасында тоже стерильдеп аламыз. Дайын болуына бір 10-15 минут қалған кезде 5 ас қасық уксусымызды үстінен құйып жібереміз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Асын өшіріп, осылай қайнап тұрған тұсында банкілерімізге бірден осылай құйып аласыздар. Қайнап тұрғанда құйсаңыздар жақсы болады. Және де барлығын бірден осылай жауып аламыз. Жауып алғаннан кейін міндетті түрде төңкеріп жылы жерге бетін жауып, жақсылап орап банкілерімізді суығанша солай орап қоясыздар. Суығаннан соң салқын жерге қалдырамыз.